Hello my guys, how are you? Балалар, сәлеметсіңдер ме, қалдарың қалай? Бүгін бізде грамматикалық тақырып infinitive ing form, яғни infinitive ing формасы сөйлемде қалай қолданылады екен, соны түсіндіріп өтемін. Ing формасының қолданылуы. Сөйлемде бастауыш қызметін атқарып тұрса, мысалы, programming is fun. Бұл жерде programming деген бізде программирование дейді, орысша аударғанда. Бұл жерде не деген сұраққа жауап беріп тұр, сондықтан бастауыш қызмет атқарып тұр. Сол кезде ing жалғауын жалғаймыз. Бұл жерде бастауыш болып кетеді. Екінші, like, love, enjoy, don't mind, hate, dislike етістіктерден кейін келсе, онда ing қосылады екен. Мысалы, I don't mind waiting. Келесі, avoid, consider, fancy, go, плюс activities. Әрекеттер кез келген. Keep, imagine, miss, suggest сияқты етістіктерден кейін тұрса, онда сөзге ing жалғауы жалғанады екен. Мысалы, I had suggest starting over. Бұл жерден starting ing қосылып тұр. Келесі, кез келген предлогтан кейін келіп тұрса, предлогтарды білеміз. In, from, under деген сияқты. Мысалы, he is interested in learning about robotics. Бұл жерде in деген предлог, содан кейін learn деген сөз келіп тұр, оған ing жалғауы жалғанып тұр. Келесі, to infinitive болып, на жағдайларда қолданылады екен, яғни сөйлемде to де тұрады, және етістік те тұрады деген сөз. Мақсатты айқындаған кезде, мысалы, you need special glasses to watch a 3D film. Бұл жерде міне етістікке to жалғанып тұр. Себебі бір мақсатты айқындап тұр, мақсатын. Жаңағы 3D фильмі не үшін керек, қандай мақсатта қолданылатын деген мағынада. Екіншісі, would like, would love, would prefer сөздерінен кейін келсе. Мысалы, I would like to get a robot to clean my floor. Бұл жерде де көріп тұрсыңдар, I would like, одан кейін барып to get. Get деген етістікке to жалғанып тұр. Келесі, too enough сөздерінен кейін келсе. Мысалы, my sister is too old to upgrade, so I will need a new one. Бұл жерде too деп тұр, old to upgrade. To жалғанып тұр. Decide, want, expect, promise, plan деген сөздерден кейін келсе, онда to етістік қолданады екен, to етістігімен бірге. Мысалы, I plan to study medicine. Бұл жерде to study. Plan деген сөзден кейін қолданылып тұр, онда to жалғауы, to сөзі жалғанады бірге, to study болады. Енді мен ойлаймын, сендерге түсінікті болды деп. Үй тапсырмасын осы ережеге қарап орындайсыңдар. Түсініксіз болса, WhatsApp-ыма шығасыңдар. Окей. Goodbye.